Сәлем достар, біз бүгін тары чизкейк жасайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен тарыны жақсылап жуып, ыстық сливкиді құйып, жарты сағатқа бұқтырамыз. Ал енді основасын дайындаймыз. Ол үшін таза ыдысымызға ұн, сахарная пудра немесе қант, талқан үшеуін жақсылап араластырып, үстіне салқын сары май мен бір жұмыртқаны қосып, крошка дайындап аламыз. Дайын болған крошканы противеннің үстіне пергамент қағазын төсеп, духовкада 180 градуста шамамен 20 минуттай пісіріп аламыз. Пісіп шыққан крошканы блендердің көмегімен жақсылап еземіз. Дайын болған крошка саблеміздің үстіне бөлме температурасындағы жұмсақ сары май немесе микроволновкада ерітілген сары майды салып, жақсылап араластырамыз. Ал енді осы саблемізді 18 немесе 20 диаметрлік кольцомызға салып, ең алдымен жан-жағына бортик жасаймыз, одан соң қалғанын салып, стаканның көмегімен тығыз қылып форма жасап аламыз. Дайын болған формамызды подложкасымен морозильникте жарты сағатқа стабилизацияға қоямыз. Ал енді начинкасын дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен құрғақ ыдысымызға творожный сырымызды салып, үстінен бір-бірлеп жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырамыз. Қыздар, сонымен қатар қант қосамыз. Менде ол қант қосқан видеоға түспей қалыпты. Сондықтан міндетті түрде қант қосасыздар. Енді сгущенкамызды қосып, жақсылап араластырамыз. Соңынан алдын ала бұқтырылып қойған тарымызды салып, жақсылап араластырамыз. Ал енді осы дайын болған начинкамызды морозильниктен шыққан основамызға құйып, духовкада 110 немесе 120 градуста 1 сағат 45 минуттай пісіріп аламыз. Міне біздің тары чизкейкіміз пісіп шықты. Дәмі өте керемет, нәзік болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.